Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман? Назарыңызда Құдай сөзін тыңдаңыз бағдарламасы. Студияда келе жазбаны зерттеуші мұғалім Бауыржан. Біз әдеттегідей келе жазбаны оқып, сол туралы ойланатын боламыз. Бүгін Иса Мәсіхтің өміріндегі соңғы 7 күнде болған оқиғаларды және өлерінің алдында Иерусалим қаласына салтанатпен кіргені жайында хабардар боламыз. Осылай Иса мен шәкірттері Иерусалимге таяп, Зәйтүн тауының беткейіндегі Бетфаге ауылына жақындап келді. Сонда Иса 2 шәкіртін жұмсап, оларға мынадай тапсырма берді. Қарсы алдарыңдағы ауылға барыңдар. Оған кірген бойда байлаулы тұрған бір ұрғашы есекті және қасында тұрған тайқарды көресіңдер. Соларды шешіп алып келіңдер. Егер біреу сендерге бірдеңе дей қалса, оған бұлар мырзамызға керек деп жауап беріңдер. Сонда ол дереу жібере салады. Осының бәрі орындалғанда, ежелде Зәкәрия пайғамбар айтқан мына тәрізді сөздер жүзеге асты. Сион халқына мынаны айтыңдар. Қара, сенің патшаң саған келе жатыр. Ол кішпейілділікпен есекке мініп, тайқардың жүк таситын бір жас көліктің үстінде отыр. 2 шәкірт барып, Исаның тапсырғандай істеп, ұрғашы есек пен тайқарды алып келді. Олар үстіне шапандарын жапқаннан кейін Иса тайқарға мінді. Халықтың көбі жамылғыларын жолға жайса, өзгелері ағаштан бұтақшалар кесіп алып, соларды төсеп отырды. Алды-артынан еріп жүрген қалың топтар қатты дауыспен бұлай деп айғай салды. Дәуіттің ұрпағы үшін Тәңір ие мадақталсын. Жаратқанның атынан келе жатқан патша жарылқанған. Заңғар аспанда жаратқан ие мадақталсын. Иса Иерусалимге кірген кезде бүкіл қала толқып, халық «Бұл кім өзі?» деп сұрасты. Оған еріп жүрген қалың топтар «Бұл Иса, Галилеядағы Назареттен шыққан пайғамбар» деп жауап қайырды. Иса ғибадатхананың алаңына кірген соң, ондағы сатушылар мен алушылардың бәрін де қуып шығарды. Ақша айырбастаушылардың үстелдері мен көгершін сатушылардың орындықтарын аударып тастады. Оларға: Киелі жазбаларда менің киелі үйім мінәжат ететін үй деп аталатын болады делінген. Бірақ сендер оны қарақшылар ордасына айналдырғансыңдар деп қатаң ескертті. Соқырлар мен ақсақтар ғибадатханада оның қасына жиналып, Иса оларды сауықтырды. Алайда басты діни қызметкерлер мен дін мұғалімдері Исаның жасаған тамаша істерін және балалардың ғибадатхана алаңында Дәуіттің ұрпағы үшін Тәңір ие мадақталсын деп айқайлағанын көріп естігенде ашуланды. Олар Исаға: «Бұлардың не деп жатқандарын естіп тұрсыз ба?» деп наразылықтарын білдірді. Ал Иса: Әрине естіп тұрмын. Сіздер Забурда балалардың кішкене бөбектердің аузымен өзіңді дәріптетесің деп жазылғанды ешқашан оқымап бедіңіздер? деп жауап қайтарды. Содан кейін Иса ғибадатханадағы халықты қалдырып, қаладан шығып, Бетанияда түнеді. Бұл тараудың бірінші бөлімінде Иса Иерусалимге кіріп келе жатқанда, халық оны патша етіп жариялауға дайын болғанын көреміз. Сол заманда бұлай болған. Егер патша қалаға немесе елге атпен емес, есекпен кіріп келе жатса, онда ол сол елдің тыныштығын ойлайтын, халықты басқаруға лайықты деген белгі болып саналатын. Сондықтан Иерусалимде тұратын адамдар Исаның артынан еріп жүріп, заңғар аспанда жаратқан ие мадақталсын деп қатты дауыспен айғайлап жүрді. Халық Иса бізді римдіктердің бұғауынан босатады деп үміттенді. Жақсы. Енді Матай жазған ізгі хабардың 21-ші тарауының
18-ден 22-ге дейінгі аяттарды тыңдап көрейік. Ертеңгісін қалаға қайтып келе жатқанда Исаның қарны ашты. Жол бойында ол бір інжір ағашын көріп қасына барды. Бірақ одан жапырақтан өзге ештеңе таппады. Сонда Иса: Бұдан былай мәңгі ешқандай жемісің болмасын, деді. Інжір ағашы бірден қурап қалды. Мұны көрген шәкірттері қайран қалып, өзара Ағаш қалайша бірден қурап қалды? деп сұрасты. Иса: сендерге шындығын айтам. Егер еш күмәнсіз Құдайға сенсеңдер, менің осы ағашқа істегенімнен де зор нәрсені істейтін боласыңдар. Мына тауға орныңнан көтеріліп теңізге лақтырыл десеңдер, сол орындалады. Құдайға сеніммен сыйынып, оның еркіне сай нені сұрасаңдар да, одан аласыңдар. деп жауап берді. Бұл жерде мен не сұрасам да аламын дегенді айтады. Қалай ойлайсыз? Бұл уәде бүгінгі күнге де қатысты ма? Жарайды. Ендіше осы туралы бірер сөз айтайын. Иса әрқашан шәкірттерінің сенімі өскенін қалады. Әрине, олар Иса Құдайдың рухани ұлы екеніне сенді. Бірақ олардың сенімі әлі де әлсіз еді. Сондықтан Иса бұл жерде егер сендер сеніммен сұрасаңдар, аласыңдар деп жауап берді. Сонымен 21-ші тарауды оқуды одан ары жалғастырайық. Содан соң Иса ғибадатханаға кірді. Жұртқа тағылым беріп жатқан оның қасына елдің басты діни қызметкерлері мен рубасылары жақындап: Бұл істерді қандай билікпен істеп жүрсіз? Сізге мұндай билікті кім берді? деген сауал қойды. Исаның жауабы мынау болды: Мен де сіздерге бір сұрақ қояйын. Соған жауап берсеңіздер, онда бұл істерді қандай билікпен істеп жүргенімді айтып берем. Жақияның орындаған шомылдыру рәсімі қайдан болып еді? Көктің еркімен бе, әлде адамның еркімен бе? Олар өзара пікірлесіп: Егер көктің еркімен десек, ол бізден ендеше Жақияның уағызына неге сенбедіңіздер деп сұрайды. Ал адам еркімен десек, халықтың наразылығына ұшыраймыз деп қаймығамыз. Барлығы Жақияның пайғамбар болғанына сенеді ғой, десті. Сондықтан олар Исаға: оны білмейміз, деп жауап берді. Иса: Олай болса, мен де бұл істерді қандай билікпен істеп жүргенімді айтпаймын, деп кесіп айтты. Ал мына оқиғаға қалай қарайсыздар? Бір адамның екі ұлы болыпты. Ол біреуіне келіп: «Ұлым, бүгін жүзімдікке барып, жұмыс істеш» деп тапсырғанда, баласы «Барғым келмейді» деп жауап қайырады. Дегенмен кейінірек онысына өкініп жұмысқа барады. Әкесі екіншісіне келіп те дәл солай дейді. Бұл «Жарайды әке, барамын» деп жауап берсе де бармай қояды. Осы екеуінің қайсысы әкесінің еркін орындады? деп сұрады Иса. Ел басшылары: біріншісі, деп жауап бергенде, ол былай деді: Ендеше сіздерге шындығын айтайын. Құдай патшалығына сіздерден бұрын теріс жолдан қайтқан салықшылар мен азғын әйелдер кірмек. Себебі Жақия әділдік жолын көрсетуге келгенде оған сенбедіңіздер. Бірақ салықшылар мен азғын әйелдер оған сенім артты. Ал сіздер тіпті мұны көргеннен кейін де теріс жолдан қайтпадыңыздар, әрі оған сенбедіңіздер. Тағы бір астарлы әңгімені тыңдаңыздар. Бір қожайын жүзім бағын отырғызады. Оны дуалмен қоршап қояды. Әрі жүзім шырынын сығып алуға арналған шұңқыр қазып жасап, күзет мұнарасында салады. Кейін бағын жүзімшілерге жалға тапсырып, өзі басқа жаққа сапарға аттанады. Жеміс піскен мезгілде бақтың иесі өнімінен өзіне тиісті үлесін алу үшін қызметшілерін жұмсайды. Бірақ жүзімшілер қызметшілерді ұстап алады. Біреуін ұрып соғып, өзгесін өлтіріп, тағы біреуін таспен атқылайды. Қожайын бұрынғыдан да көбірек қызметшілерін жібереді.
бірақ әлгілер оларға да алдындағыдай істейді. Ақыр соңында қожайын менің ұлымнан қаймығар деп ойлап, оларға өз ұлын жұмсайды. Бірақ жүзімшілер ұлын көргенде өзара, бұл мұрагер ғой, қане жүріңдер, оны өлтіріп мұрасына ие болайық деседі. Оны ұстап алып, бақ сыртына алып шығып өлтіріп тастайды. Енді жүзімдіктің иесі келгенде, осы жүзімшілерге не істемек? Тыңдап тұрғандар Исаға: Ол зұлымдарды азаптап өлтіріп, бағын басқаларға тапсырмақ. Солар мерзімі жеткенде оған тиісті өнімін беретін болады, деп жауап берді. Сонда Иса былай деді: Киелі жазбадан мынаны ешқашан оқымап едіңіздер? Құрылысшылар менсінбеген тас енді үйдің басты іргетасына айналды. Жаратқанның өзі соны істеді. Көз алдымызда бұл керемет болды. Сондықтан да сіздерге айтам. Құдай өз патшалығын сіздерден тартып алып, басқа бір халыққа тапсырмақ. Олар оның өнімін беріп тұратын болады. Ал әлгі тасқа сүрініп құлаған әркім талқандалады. Әрі осы тас үстіне құлағандар жаншылып қалады. Астарлы әңгімелерін тыңдаған басты діни қызметкерлер мен парызшылдар Исаның өздері туралы айтқанын ұғып, оны тұтқындамақ болды. Алайда Исаны пайғамбар деп қадір тұтқан халықтан қорқып, соған батылдары бармады. Сонда Иса 42-ші аятта не айтқысы келді? Иса киелі жазбадан 117-ші Забур жыры 22-ші аятта жазылған құрылысшылар менсінбеген тас енді үйдің басты іргетасына айналды деген сөзді шәкірттерінің есіне салды. Осы тас Исаның өзі. Ол құрылысшылар керек жоқ деп бас тартқандар заңды ғана орындайтын парызшылдар екенін түсіндірді. Егер кім ғимараттар салу құрылысымен таныс болса, ол үй салынғанда алдымен бір бұрышына орнатылып қабырғалардың бағыттарын белгілейтін негізгі тасқа көңіл бөлуі керектігін біледі. Ал сенушілер үшін Иса негізгі тас болды. Олар өз сенімдерін сол тастың үстіне қалайды. Елші Паул Коринтықтардағы қауымға былай жазды: себебі Құдай өз қауымның бірден бір негізі ретінде Иса Мәсіхті белгілеп қойған. Сондықтан ешқандай басқа негізді салуға болмайды. Өз ойыңызды білдіріп, бізге хат жазыңыз. Біздің хабарымызды достарыңызбен, жақын туыстарыңызбен бірге тыңдаңыз. Егер сіз Орта Азия елдерінің бірінде тұратын болсаңыз, біз сізге киелі кітапты салып жібере аламыз. Қымбатты тыңдарман, біз осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Егер сіз бүгінгі бағдарламадан өзіңіз үшін пайдалы мағлұмат алған болсаңыз, немесе сізде қандай да сұрақтар туындаған болса, егер сіз өмірдің қайнар көзі болған киелі жазба кітабына ие болуды қаласаңыз, бізге хат жазып жіберіңіз. Сіз Орта Азияда тұратын болсаңыз, біз сізге хабарларымыз жазылған аудио таспа немесе киелі жазба кітабын сыйлық ретінде салып жібереміз. Біздің электрондық поштамызға хабарласуыңызға болады. Біздің электрондық адресіміз mostik7@inbox.ru. Сонымен бірге +7 707 385 83 нөміріне хабарлама жіберуіңізге де болады. Сізге осы нөмірде WhatsApp, Viber, Telegram жүйелері іске қосылғанын хабарлаймыз. Мен қайталаймын. +7 707 385 83 Сізден келген әрбір хат немесе хабарлама үшін біз өте қуанышты боламыз. Жаратқан ие сізді және жақындарыңызды қорғап, аман сақтасын. Сағамады қайтып табынамын, шындықта рухымен жалғыз оған табынамын.
өмір кітабына жазды есімімді өз қанымен. Жаралары арқылы жазды дерттерімен. Айқыш ағаш көтерген иеме табына, айқыш ағашқа түйілген иеме мойынсына. Әр тамшы қанына төгілген айқышта алғысымды айтам Исаға. Әр тамшы қанына төгілген айқышта алғысымды айтам Исаға. Теңіз берген Исаға мада қайтып табынамын. Шындықта рухыңмен жалғыз соған табынамын. Өмір кітабына жазды есімімді өз қанымен. Жаралары арқылы жазды дерттерімен. Айқыш ағаш көтерген иеме табына, айқыш ағашқа түйілген иеме мойынсына. Әр тамшы қанына төгілген айқышта алғысымды айтам Исаға. Әр тамшы қанына төгілген айқышта алғысымды айтам Исаға. Әр тамшы қанына төгілген айқышта алғысымды айтам Исаға. Әр тамшы қанына